Әуелгі сөзім Бисмилла-рахман-рахым. Жаратқан ием жар болса кен көсілер бұлақын. Орындайын иншалла Мұхаммадтың сүннатын. Ассалаумағалейкум жиналған жәми жұратым. Ұлық айда жүздесіп ұлық делмен. Алла деп сөз бастайын шығып төрден. Қасиетті нұр шашқан Рамазан бұл, жүректі ақиқатқа бұрып келген. Қабыл болса жұмаққа жол салады, бір түйір құрмаңызда күліп берген. Мін осылай дастарханын жайып отыр, Ғабидулла ағамыз да үміттермен. Сіздерге де Алланың нұры жаусын, құрметтеп төрімізге кіріп келген. Қадірлі алтын басын хаққа иіп, оразаның сауабын оғып келген. Бүгінгі мынау қасиетті Рамазан айына деп арнайы ауыз ашар үшін жайылған дастархан ықылас ниет дұға тілектерді Алла Тағала қабыл етсін. Осы дастархан иесін Алла Тағала өмір жасына береке берсін. Келесі Рамазандарға аман есен бақытты күнде жақсылықпен өмір кешіп өтулерді Алла нәсіп етсін. Белгілі айтыскер ақын Еркебұлан Қайназаров бауырымыздың не жақсы не жаман деген әдемі термесі бар. Асылмұра өнер орталығының әншісі Мәдіхан Тәжиев бауырымыздың орындауында тыңдаңыздар. Шақының үшін дұғы өтіп, жанардан аққан жас шақса, қайғысыз мұңсыз семірген топтан да кейде аш жақсай. Рамазан айы келгенде әміріне иеліп, тәңіріңе сыйынып, ораза менен тыйылып ақшамда ішкен ас жақсы. Рамазан қасиетті райды пайдаланып, бір-бірімізді кешіріп, бір-бірімізге қолымызды созып, дос болайық бәріміз. Ол өте маңызды нәрсе, себебі бәріміз үлкен бір семьямыз. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін, амандық тілеймін, бала-шағаларыңыздың рахаттарын көріңіздер. Бәріміз бейбіт өмірде, бейбіт елде өмір сүрейік, елбасымыз аман болсын. Бір-бірімізде әрқашан күліп, құшақтасып, амандасайық. Қай заманда қазақтың даласына қазіргідей бидай мен күріш толды. Қай заманда қазақтың қоймасына қазіргідей алтын мен күміс толды. Қай заманда қазақтың қазанына қазіргідей құт бітіп ырыс толды. Қай заманда қазағым астана сап, дүркіреген елдермен туыс болды. Қай заманда қаймана қазағымның қазіргідей ұйқысы тыныш болды дейді. Алла Тағалаға мың шүкір, еліміз аман, жұртымыз тыныш. Адам басына бақыттың қонғанын емес, кейде ұшқанын бірақ сезет дейді. Осындай басымызға қонған бақытты аялау әрбір азаматқа үлкен сын. Рамазанға жабайсың, сан қилы сырыңмен жанымды тазалайсың. Иманның нұрымен жалғасар игілігің, үзілмей күн түнімен. Жәннаттың есіктерін ашатын жаратқан, болама кешіккенім сендегі сауаптан. Раббымның мейірісің, рахымы мол Рамазан. Алаштың арыстары Абақтыда жатыпта ораза ұстаған екен. Әлихан Бөкейхановтың Ахмет Байтұрсыновқа жазған хатында: сәресіде аузымды сылдыр сумен бекіттім, аузашарда қара сумен аузымды ашып, оразамды арғарай жалғастырсам болама деген екен. Ел үшін темір торға тоғытылған тұлғаларымыздың басынан осындайда қиын күндер өтті. Құтты болсын Рамазан іргедегі, тарихтың дір еткізді бір дерегі. Әлихан бабамызды ауыз ашты, қара сумен қапаста түрмедегі. Я білем, сабырың сыр береді, дегенмен сауабыңда мың дередім. Бабаңа сөзбен емес, амалмен ер, шыдап беріп аптапқа шілдедегі дейді. Ақылайдай, өмір жайдай, Мұхаммед үмбет өткен Рамазан. Рамазан жайыққа мініп келдім қайыққа, оразаның мінінде осы айтқаным айыққа. Сол жерді ғасырдан ғасырға еленіп келе жатқан ақ пейілді, ағдасарханды, бір-бірімен енші алмаған ер жүрек қазақ халқы аман болсын.
болайда ашуланба қалайда ғайбат өсек абайла әңгімеде жәннат арман талайға оған жету оңай ма шөл дегенде сон ойла алдыменен есік қағып тұр тағы 12 айдың соңы